Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Біз ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап ағарғанға дейін миксерлейміз. Міне жақсылап миксерлеп болғаннан кейін сүтімізді және сары майымызды салып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Қамыр қопсытқышты саламыз. Егер де сізде үйде қамыр қопсытқыш жоқ болса, ас содасын бір шай қасықты толтырмай салуға болады. Оны да алдын ала електен өткізіп салдым. Барлығын жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін кекстің формасына 2,5 ас қасықтан салып, барлығына бір келкі етіп салып шығамыз. Бұл рецептпен капкейкті жасауға да болады. Өте әдемі болып шығады. Креммен жасап әдемілеуге және де бұл кекстің құрамына мейіз және шоколад қосуға да болады. Өздеріңіз қалағаныңызша салмасын сала бересіздер. Қызып тұрған пеште 25-30 минутта 180 градуста пісіп шығады. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Пісіп шыққаннан кейін осылай қант ұнтағын бетіне сеуіп әдемілеуге болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Өте оңай, жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар.